Бисмилля, ассаламу алейкум. Қалайсыздар, амансыздар? Алла қаласа бүгін Сарыағаштан Абдуғаппар ағамыздан табиғи бегімізға піскен құлпынайлар келді. Мына бауырларымыз лезде алып кетіп жатыр. Мына Жакеңдер келіп, өткенде базардың құлпынайларын жеген екен. Базардың құлпынайынан қалай дәм, Жаке? Жақсы. Ай машалла. Дихан бауырларымызға Алла шипа не берсін қолына. Берекесін берсін. қалай сүйгі? Бір-екі комментарий айтып жүр. Құдай қаласа мұны. Мына табиғи құлпынай жеп тамсанып отырық қой. Қайта-қайта жегіміз келіп тоқтай алмай. Дәмі деген керемет. Ана күн қонаққа барып, базарда химикат құлпынайдан әлде қайда дәмі жақсы. Оның тым дәмі де, иісі де жоқ еді. Маған келгеннен машина салон ашқаннан иісі мың кете қалды. Иә. Сонымен жеп, ауыстып қалған бала шағамызға апарамыз деп дайындап отырық. 2 килодан бермек десей? 2 килодан заказ бергенбіз. 1 килодан бұйырып тұр, енді келесі потокқа жазылып отырық қой. Тағы бауырлар ауыс десін деп. Берекесін берсін. Табиғи өнімдер көбейсін. Машалла. Құдай қаласа қазбермен кооперативіне, қазбермен мүшелеріне осындай өнімдер өндіріп жатқанына алғыс айтамыз. Керемет, машалла. Табиғи өнімді қолдаймыз, қай жерде болса да. Осылай. Сонау Сарыағаштан Түркістанға қалдырып, бүгін дәм татып жатқан жайымыз бар. Алла берекесін берсін, машалла. Лайк.